Достар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы әсіп дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қойдың өкпе бауыр, ішек, бүйрек, жүрек, іш майын тартқыштан өткізіп аламыз. Келесі үстіне күріш, сәбіз, жуа, тұз және бұрыш қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі бүйендерімізді, яғни ішектерімізді алып, видеода көрсетілгендей әдіспен ішектің ішіне дайын масымызды салып шығамыз. Салып болғаннан кейін шұжық тәрізді формаға келтіріп, шеттерінен барлығын жақсылап байлап шығамыз. Табаға су құйып, бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып 45 минут қайнатамыз. Әсіптің жасалу жолы сізге ұнаса, маған тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжан.